Сәлем достар, бүгін сіздермен супер кеңес каналы. Бүгінгі видеода сіздермен қалай Telegram каналда екінші аккаунтты ашуға болады. Бірінші аккаунтты сақтап, арнайы қойып, және де екіншісін қалай ашуымызға болады. Сол туралы шағын, қысқа ғана видео түсіретін боламын. Видеоны соңына дейін көруді кеңес беремін, себебі мен барлығын тез аз уақытта үйретуге тырысамын. Ең алдымен біз Telegram каналға кіреміз. Телеграмымызға кіргеннен кейін төбеде Telegram деген сөздің жанында 3 сызық тұрады. Және де соны басамыз. Мысалы, менің бұл каналым супер кеңес каналына арнайы Telegram каналымды да ашқан болатымын. Және де енді бізде қарап тұрсаңыздар, ең алдымен осылай тұрады. Қазір мынаны өшірейін, мен қосып қойған болатымын. Вот, ең алдымен кіресіздер, дұрыс па? Мынаны үстін баса супер кеңес деген. Мысалы, меніңкі супер кеңес деп тұрма, сіз өзіңіздің атыңызды жазып қойған боларсыз, соны басасыз. И одан кейін добавить аккаунт деген тұр, дұрыс па? Соны басамыз. Және де мына жерге жаңа номер, екінші номеріңізді тіркейтін боласыз. Мен өз номерімді жазайын. 40 70 65. Страна ең алдымен латын әрпімен жазып іздейтін боламыз. Осыны жазамыз. Және де мына жердегі домалақ стрелканы басамыз. Да. И потом бізге код келеді. Егер сізде номер өзіңізде болса, сразу осылай шығарады. Өзі автоматически. И осы жерге сіз каналыңыздың, яғни аккаунтыңыздың атын қандай атпен атағыңыз келеді. Мысалы, мен латынша супер кеңес деп жаза салайын. Достар, менің каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар, себебі әр күні черезден мен сіздерге көптеген өзім қолданатын, өзіме керекті, өзім іздеген видеоларды, яғни лайфхактарды осы каналда бөлісіп, сіздермен барынша пайдалы контентпен бөлісіп отыратын боламын. Және де фамилия жазу не обязательно. Сол себепті жазасыз ба, жазбайсыз, ол сіздің қалауыңыз. Және де оны тағы домалақ стрелканы басамыз. Қазір бізде загрузка болып жатыр. Вот, бізде уже ашылды. Просто қазір менде вот, добро пожаловать деп шығады. И қарасаңыз, жаңағы төбедегі 3 сызықты бассаңыз, на супер кеңес деген бірінші аккаунтымда и және де екінші аккаунтта сразу ауысуыңызға болады. Сөйлей алмай да қалдым. Кешірім сұраймын. Осылай бір-бірінен өткізіп жасай берсеңіздер болады. Еш қиындығы жоқ. Каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Құдай қаласа, осы Telegram каналыма да арнайы канал ашып, сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісетін де боламын. Келесі кездескенше менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.